Сәлем достар! Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз шексіз кемелі геометриялық прогрессия. Біз алдыңғы сабақтарда геометриялық прогрессияларды қарастырғанда, ол жерде біз өспелі, яғни берілген сан тізбегі өспелі болған жағдайды қарастырдық. Енді шексіз кемелі геометриялық прогрессияға ол жердегі еселіктің мәні бірден кіші болады. Яғни -1 мен 1-дің арасындағы сан болған кезде бұл жердегі берілген тізбегіміз шексіз кемелі болады. Мысалға, бірінші мүшесі 1 болса, екінші мүшесі 2-ден 1, 4-ден 1, 8-ден 1, 16-дан 1. Және де келесі мүшесі де шексіз кеми береді. Байқағанымыз бірінші мүшеміз 1-ге тең, ал келесі екінші мүшесі 2-ден 1-ге тең. Осыдан біз q-дің мәнін көре аламыз. Q-дің мәні 2-ден 1-ге тең деген сөз. Ал 2-ден 1-дің өзі 1-ден кіші, яғни ол жердегі модуль астындағы q дегеніміз q-дің мәні -1 мен 1-дің арасында жатқан сандар деген сөз. Осы жағдайда орналасқан q-дің кез келген мәні берілген геометриялық прогрессия үшін ол шексіз кемелі геометриялық прогрессия болып табылады. Олай болса, берілген геометриялық шексіз кемелі геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысын қарастырайық. Бұл жерде n-нің, яғни 1 бөлінген кез келген 16, 32 болсын, санымыз бөлімі үлкейген сайын, 1-ді сол санға бөлсек, ол мәндердің барлығы шексіз 0-ге жақындайды екен. Яғни бұл жердегі n-нің дәрежесі шексіздікке ұмтылған сайын, q-дің n дәрежесі керісінше 0-ге ұмтылады деген сөз. Ал геометриялық прогрессияда алғашқы n мүшесінің формуласын еске түсірсек, v1 1 - q n дәрежесі бөлінген 1 - q. Бұл жағдайда n-іміз шексіздікке ұмтылған сайын, ал q-дің n дәрежесі 0-ге ұмтылған кезде, сонда берілген Sn формуламызды v1 1 - q 1 - q-дің орнына, q-дің n дәрежесінің орнына 0-ды қойсақ, бұл жердегі Sn-іміз, яғни алғашқы n мүшесі емес, ол бізге S-ге ұмтылады. Яғни барлық мүшелерінің қосындысы деген сөз. Сонда ол тең болады v1 1 - q-ға тең болады екен. Сонда мына берілген қосынды шексіз кемелі геометриялық прогрессия үшін барлық мүшелерінің қосындысы деген сөз. Олай болса, мына берілген тізбек үшін берілген формуланың қосындысы қаншаға тең екен қарастырайық. Сонда бізде S тең, v1-іміз 1-ге тең, 1-ді азайтамыз, q-дің мәні 2-ден 1-ді. Сонда қарастырсақ, S-дің мәні тең болады, 1-ді бөлеміз 2-ден 1-ге, мәні 2-ге тең. Сонда бұл деген не деген сөз? Берілген тізбек 1 бүтін болды, келесі сол 1 бүтіннің жартысы, одан кейінгі сол 1 бүтіннің 4-тен 1 бөлігі, 8-ден 1 бөлігі, 16-дан 1 бөлігі деген сөз. Сонда екінші мүшесінен бастап қалған барлық мүшелері ол 1 бүтінді құрайтынын көріп отыр. Яғни алдыңғы тұрған сан екіншісінен 2 есе кіші болғандықтан бұл прогрессия шексіз кемелі геометриялық прогрессия болып табылады. Енді шексіз кемелі геометриялық прогрессия периодты ондық бөлшектерді жай бөлшекке айналдыру кезінде де қолданылады. Мысалға, мынандай периодты ондық бөлшекті қарастырайық. 2,7 периодты 31 саны. Осы санды ондық бөлшекке айналдырудың геометриялық прогрессияны қолдануды қарастырайық. Бұл дегенімізде 2 қосылған 0,7 деген сөз, қосылған келесі 3 орынды санымыз 0,100-ден 3 деген сөз, қосылған 0,1000-1 деген сөз. Дәл бізде периодта 3 пен 1 қайталанғандықтан бұлар шексіз жалғаса береді. Және біз оны жаза аламыз. 2,7 периодта 31 санын 2 қосылған бөлшек түрінде жазсақ 10-нан 7, қосылған алғашқы екеуін жазсақ бөлімінде 3, алымында 3, бөлімінде 10-ның квадраты, қосылған келесіні 1-дің 1 бөлінген 10-ның 3 дәрежесі. Тағы да бізде 3-дің қайталанады, ол бізде 3 бөлінген 10-ның 4 дәрежесі, қосылған 1 бөлінген 10-ның 5 дәрежесі. Бұл да шексіз жалғаса береді. Енді біз бұл жерден 10-нан 27-ні қалдырамыз, жалғастырамыз, қосылған қалған бөлікті біз ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бізде болады
бөлімінде мың болады, оның 3 дәрежесі, алымы 31. Келесінде болады 10-ның 5 дәрежесі, алымында 31. Дәл солай келесі 10-ның 7 дәрежесі бөлім алымында 31 болады. Бұл да шексіз жалғаса береді. 10-нан 27-ні қалдырамыз. Қосу. Жақшаның ішінен біз бәрінен бөлімінде 10-ның 3 дәрежесін, алымынан 31-ді шығарамыз. Бөлімінде 10-ның 3 дәрежесін, алымында 31-ді. Сонда бізде қалады 1, қосылған 10-нан 10-ның квадратынан 1, қосылған үшеуіні шығарсақ 10-ның 4 дәрежесінен 1, және ол да шексіз жалғаса береді. Сол жерде біз байқасақ, 1 қосылған 10-ның квадратынан 1, 10-ның 4 дәрежесінен 1, бұның өзі шексіз кемелі геометриялық прогрессияны құрайды. Олай болса, осы жақшаның ішіндегі барлық қосындыны есептеп алайық. Оны біз мына бөлікке жазайық. Сонда бірінші мүшеміз 1-ге тең, екінші мүшеміз 100-ден 1 деген сөз, үшінші мүшеміз 10 000-нан 1 деген сөз. Дәл сол сияқты шексіз жалғаса береді. Осы жерден біз бірінші мүшеміз 1-ге тең, Q-дің мәнін тауып аламыз. Яғни 100-ден 1-ді 1-ге бөлсек, 100-ден 1-ге тең. 10 000-нан 1-ді де 100-ден 1-ге бөлсек, мәні 100-ден 1-ге тең. Яғни еселігіміз 1 мен минус 1-дің арасында жатқандықтан шексіз кемелі геометриялық прогрессия болады. Сондықтан біз шексіз кемелі геометриялық прогрессияның барлық мүшелерінің қосындысының формуласын қолданамыз. Сонда S тең 1-ді бөлеміз 1 минус 100-ден 1-ге. Бұл жерде бізде 1 бөлінген бөлімінде 100-ден 99 қалады. Ал 1-ді кез келген бөлшекке бөлсек, оның бөлімі алымына шығады да бөлімінде 99 қалады. Яғни 99-дан 100-ге тең деген сөз. Сонда мына жақшаның ішіндегі берілген шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы 99-дан 100 деген сөз. Сонда біз берілген тізбегімізді жалғастырсақ, 10-нан 27 қосылған 1000-нан 31 көбейтеміз 99-дан 100-ге. Теңестіреміз. Бұл жердегі 100 бен 1000 екеуі қысқарады, бөлімінде 10, алымында 1 қалады. Сонда бізде 10-нан 27-ге қосамыз, бөлімінде 990, алымында 31. Осы екі санды. Екеуіне ортақ бөлім 990 болады. Алымына бірінші толықтауыш көбейткіші 99-ға тең, екіншісінікі 1-ге тең. Сонда 2704-ге тең. Бұл жерде 990 мен 2704 саны екеуі де 2-ге қысқарады. Сонда 990-ның орнында 495 қалады. Алымында 2-ге қысқарсақ 1352-ге тең. Сонда мәні 495-тен 1352-ге тең. Енді алымы бөліміне үлкен болғандықтан берілген бөлшекті араласам түрінде жазсақ, 2,495-тен 362-ге тең. Сонда берілген периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру үшін де шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысын қолдануға болады. Біз сіздермен қарастырдық шексіз кемелі геометриялық прогрессияны. Сол тақырыпқа есептер шығардық. Келесі кездескенше сау болыңдар.